Ulu Vatan Soğusu bitken gezde menin yaşım 35 dedi. Ol gezde 9. Gvardiya Diviziyasının komandiri boladı. Al bugün bolatın bolsa yaşım 70'te. Sonda 35'te koşsan 70 boladı koy. Ama nesin soğustan özünün azamatlık borcunu orundap kaytkanların birimin. Kazakta makal var, köp yasağından sorama, köptü görgünün sora degen. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысша айтқанда наш поколение дейді. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келеткен ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір сүрген, өзіміз қандай болдық, қандай өмір сүрдік. Тағы біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе бәрін айт дегендей, Ұлы Отан соғысы. Адам тарихындағы бірінші үлкен соғыс. Адамзаттың тарихындағы. Соған біздің ұрпақтар қатынасты. Жаңа айттым ғой, сол кезде мен жап-жас жігіт едім. Соғыстың аяғында 35-те болатын. Соғыс кезінде командир дивизия болдым. Ал менің жалғышы болатын себебім, со көрген білгенді, өзімен қатар жүрген жігіттер, жауынгерлерді, ұстаздарымды, солар туралы жаңаөспірімдерге айтып берейін деп кітап жазуға кірістім. Кітапты мен екі тілде жазамын. Өзім ана тілі қазақ тілінде жазамын. Содан кейін орыс тілінде жазамын. Әлгі аудармашы, переводчик дейміз ғой. Перевод деген мен істетпеймін, өзім жазамын. Орысшада, қазақшада. Менің жазушы деген өмір. Өмір болғанда әркімнің борышы бар. Мен тірі қалғандардың біреумін. Сол көрген білгенде пайдасы болса, әлі патриоттық тәрбиеға, бір жағы тарих қой. Соған куәлік тастап кету керек деп ойладым. Кейбіреулер біреуді аузынан естігенді жазып, әйтпесе кейбіреулер ойынан шығарып жазады ғой. Ал менікі олай емес. Жазушылардың енді бір сөзі бар, вымысыл деген, ойдан шығарып жазамыз деген. Мен вымысылға бармайтын кісім. Мен документалистпін. Таяқ жесек жоқ, таяқ жеген жоқпыз деп оны жасыра алмаймын. Қашсақ қашқанымыз рас деймін. Қусақ қуғанымыз рас деймін. Ұрыссақ ұрғанымыз рас деймін. Көрген көзде жазығы жоқ дейді қазақта. Сол көрген көзбен көрген нәрсенің барлығын мынау болашақ ұрпаққа қолымнан келгенше жасайын, айтайын деп әлгі менің жазушы болатын себебім сол.